Барлықтарыңызға сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі менің YouTube каналында Будапешттегі жалпы Венгриядағы Наурыз мейрамы қалай тойланады, сол туралы айтатын болам. Менің YouTube каналыма жазылып қойыңыздар, алдағы уақытта да осындай қызықты видеолар болатын болады. Біз өзіміз қазақ қыздарымен осылай жиналып, қаланың шетіне бардық, себебі көкпар ойнатылатын болғасын, және ағаш үй тігілетін болғасын, бос кеңістік керек болды. Және сол үшін де біз бірнеше транспортты ауыстырдық, және бүкіл қазақтар болып осылай бір автобусты толтырып келдік десек болады. Өте көңілді бардық. Енді мына жерге келсек, біз бірнеше ағаш үйлер тігілген, біздің Қазақстан туымыз ілініп тұр, көкпар дайындалынып жатыр, адамдар қызықтап тұр. Және бір ерекшелігі, біздің елшілік, Қазақстан елшілігі тек қазақтарды емес, қонаққа қырғыз бауырларымызды және де өзге де ұлт өкілдерін шақырған болатын. Біздің ағаш үй тігіліп қойған. Осы орайда мен өзім Будапешттегі қазақ елшілігіне үлкен алғыс білдірем. Барлығын жоғары деңгейде қызықты етіп ұйымдастырған. Бұл жерде венгрлер көкпар ойнап жатыр, венгр қыздар және венгр ұлдар да ойнады. Кейін өзіміздің қазақ жігіттер де ойнаған болатын. Осы орайда мен қазақ апайларымызға мың алғыс айтқым келіп тұр, себебі олар бізге наурыз көже дайындап, осылай күріш басып, біздің елге деген сағынышымызды басып берді десе болады. Және барлығын үлкен көлемде, барлығымызға жететіндей дайындаған, және осында венгр ағайларымыз да қуырдақ дайындап, барлығына үлестіріп жететіндей таратып жатты. Және бәрі өте дәмді болып шықты. Осылай самаурын қайнап, өте табиғатта әдемі көрініс тапты десем болады. Одан басқа біздің ұл қыздарымыз садақ атып, бір керемет ойнап қайттық. Ұлттық тамақтан бөлек, ұлттық біздің билерімізде, күйлерімізде өте әсем орындалды. Бұнда домбыра тартып жатқан қазақ жігіттің видеосы түспей қалған екен. Кешірім сұраймын, есесіне бізде өзіміз орта жасап, осылай қазақ қызымыз әдемі күй тартып берді. Біздің наурыз осылай қызықты өтті, барлығымыз көңіліміз толып, күшті көңіл күйде қайттық. Егер видео ұнаса, пікір қалдырып, лайк басып, жазылып қойыңыздар. Сау болыңыздар.